НПФ-ке жетпеген сумманы шешіп берем деп жүргендер бәле болды. Пост салып қойсам да күніне қарайған сұрақ келеді. Осылай шешіп берем деп жатыр. Заранее ақша сұрайды. 2 күнде шешіп береміз деп жатқандар. Енді бүгін точно алдам қалған кісі келді. Телефондарын өшіріп тастаған. 120 мың теңге берген, 150 мың теңге берген. Ақша шешіліп болғаннан кейін жартысын берем деген ба, в общем сондай бірдеңе. Қандай осылай тиктоктан осылай нелер бәле болды кәдімгідей. Мен де көріп отырмын, бірақ енді алданбау ол өзің еркіңді да. Қайта видео салып жатырмын, сенбеңіздер деп қазір смс-тен көрсетсем қалай отыратын. Өзім былай оқып бере қояйын. Мұқият оқып шығыңыз, барлығы жазылған. Қайта сұрай бермей, мұқият оқысаңыз бәрі жазылып тұр. Услуга тек онлайн, сәлематсыз пенсионный фонд парақшасын шешіп береміз. Сізде қанша сумма бар, соны шешіп береміз. Барлығын тұрмыстық жағдайда жақсартуға, несие төлеуге, ипотекаға алып береміз. Алдын ала төлем бар. Услуга 20 мың теңге, 60 мың алдын ала төлейсіз, 60 мың сосын төлейсіз. Алдын ала төлем обязательно онсыз жасамаймыз. Алдын ала ақша менің қалтама келіп түспейді. Ол ақша документ справкаға төленеді. Жұмыс сол арқылы басталады. Онсыз болмайды, кешірім сұраймыз. Сенбеймін десеңіз өтіп кете беріңіз. Ақшаны небәрі 2 күнде шешіп шығарып береміз. Сізден көмек удостоверение личности, счет любой банк 60 мың теңге. Счетыңыз аресте болса басқа счет болады. Сіз ешқайда бармайсыз, бәрі онлайн жасалады. Сенімді Әуесханов Нұрлыбек юрист пен НПФ қызметкері боламын. Осы ремонтта уақытша онлайн жұмыс жасаймыз. Астана қаласы удостоверение личности жібере аламын өзімнің деді. Бұл келі менен алданып тұрған жоқ, алданба өз еркіңде деп айтып тұр. Заранее ақша сұрады ма, значит бұл получается мошенниктер деген сөз. Алданып қалғаннан кейін бірақ күніге қаншама адам келеді ғой, алданып қалғаннан кейін бастарына тиеді ғой. Ақшаны беріп қойды, ол ақша жоқ енді. Өсіп айтады, сосын 2 күннен уже все, телефондарын өшіріп блокқа тығып тастайды ғой, айтқанда солай. Осылай да алданып қалған болсаңыздар, енді ештеңе етпес, енді күйіп кетті ақшаларыңыз, бірақ пароқтан аспаса НПФ шынды емес, сіздің пароққа жетпеген ақшаңыз біреуге шығарып бере салатын. Пароқтан асқан сумманың өзіне НПФ-тен зорға аласың, не только ол пароққа жетпеген сумманы. Сондықтан да әуре болмаңыздар. Пароққа жетпеген сумма шешілмеді, егер жастарыңыз 40-45-ке келген болса, онда пенсион аннуитет арқылы жасауға болады. Это ол пенсия. Пенсион аннуитет айтып тұрғандай пенсия, және сіздер бонус ақша аласыздар. Осылай алданбаңыздар. Осы постымды сондай алданғысы келіп жүрген, алданайын деп жүрген адамдарға жіберіңіздер. Ақпарат пайда болса парақшамен тіркеліп алыңыздар, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Рахмет.